берілген теңсіздікті шешеміз. Ең алдымен мына жерде жақшаларды ашып алуымыз керек. Ол үшін қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Мынау бірінші формуланың алдыңдағы есепте біз қарастырдық. Яғни а минус б көбейтілген а плюс б ол тең а квадрат минус б квадрат. Ал енді мына жерде жақшаның квадраты, бұл да қысқаша көбейту формуласы, яғни а минус б жақшаның сыртында квадрат. Бұл қалай болады? Бұл болады бізде а квадрат алынған 2аб қосылған б квадрат. Бұл бізде дайын қысқаша көбейту формуласы. Бұны біз мынандай екі жақша қылып 4х минус 1 көбейту 4х минус 1 әрқайсысын жеке-жеке көбейтіп, сосын алып қосып жүрмейміз, дайын мына формулаға сала саламыз. Ал кеттік. Бірінші мынаны істейік, сосын мынаны істейміз. 4х минус 3, 4х плюс 3. Ол дегеніміз 4х-тің квадраты алынған 3-тің квадраты. Минус 4х минус 1-дің квадратын жақшаның ішіне жазайық. А квадрат. А квадрат ағымыз бұл жерде 4х. 4х-тің квадраты. Алынған 2аб. Алынған 2 көбейтілген а бізде 4х. Ал б-мыз бізде 1 көбейту 1. Қосылған б квадрат. Б бізде 1, 1-дің квадраты. Кіші 3х-тан. Енді 4х-тің квадраты қанша? 4-тің квадраты 16, х-тің квадраты х квадрат. 3-тің квадраты 9. Мына жерде жақшаны ашамыз. 4х-тің квадраты 16х квадрат. Минус сол бойы қала береді. Мына жерде 2-ні 4-ке көбейтсек 8, 8 1 көбейтсек 1, 8х минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс 8х, 1-дің квадраты 1, мынау минус пен минус 1 болады. Кіші 3х-тан. Енді мына жерде 16х пен 16х-міз біздің алынып 0 болып кетеді. Мына жерде қараңыздар, минус 9-ға минус 1 қоссақ минус 10, плюс 8х кішкентай 3х-тан. Енді х-тарды бір бетке, мынау минус 10-ымызды бір бетке ауыстырайық. Сонда мынау 8-ді теңдіктің таңбаның арғы бетіне ауыстырсақ минус 10, 3х алынған 8х, минус 10, минус 5х. Енді қараңыздар, өткен жолы естеріңізде біз осылай мынау теңдіктің екі жағында да минус болса, минустан айырылу үшін екі жақты да минусқа көбейтеміз, бірақ таңба ауысады. Сонда мынаны былай жасақ егер минус 5х, минус 10. Мынаны ауыстырып керісінше жасақ былай болып тұрады ғой. Енді осы жерде қараңыздар, таңбаны өзгертіп жібереміз. Сонда 5х кіші 10-нан болады. Міне қараңыздар, мына жерде байқасаңыздар, таңбамыз өзгерді. Басқа түспен белгілеп қойын, сіздерге түсінікті болу үшін. Мына таңбамыз өзгерді. Мынандай болып. Себебі минустарын біз алып тастадық. Ал х сонда болады 10 бөлінген 5, х кіші 2-ден. Сонда енді есепті шығаратын болсақ, былай сызамыз, сызығымызды, интервалымызды. Мына жерге 2-ні белгілейік. 2-ге дейінгі аймақ, сонда былай. Мына жақ минус шексіздік, мына жақ плюс шексіздік. Сонда минус шексіздіктен жауабымыз 2-ге дейінгі аймақ. Минус шексіздікке әрқашан жай жақша қойылады. Ал 2 астында теңдігі мына жерде жоқ. Мына жерде боялмаған, боямаймыз теңдік болмағаннан кейін, сол үшін жай жақша қойылады. Міне есебіміздің жауабы. Енді тағы бір осындай есепті қарастырайық. Үстінен жазайын. 3 х минус 1-дің квадраты алынған 3х, х минус 5. Үлкен. Бұл емес, мен плюс, басқаша түрі плюспен жазайын. Квадрат осы қысқаша көбейту формуласын үйренейік.
минус 5х минус 6 квадраты үлкен 12-ден. Міне, мынаны қарайық. Мына жерде бізде формуламыз қайтадан жазып қояйық. А плюс б-ның квадраты. Бұл енді қараңыздар кішкене басқаша. Бұл а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат. Ал егер арасы а минус б квадрат болатын болса, а квадрат тек мына жерінде минустан ба, 2аб қосылған б квадрат. Яғни қараңыздар. Бізде мына жеріміз плюс, сол үшін мына жер плюс болады, мына жеріміз минус, мына жеріміз минус. Қалған жақта бірдей мынау. Б бәрі бірдей, тек таңбалардың да айырмашылығы. Ал енді шығарамыз. 5х плюс 6-ның квадратын жазамыз. 5х-тің квадраты қосылған 2а бізде 5х, б бізде 6, қосылған 6-ның квадраты алынған 5х минус 6 жақшамен жазайық. 5х-тің квадраты алынған, мына жерде бізде алынған ғой. 2 көбейтілген а 5х, көбейтілген б 6, қосылған 6-ның квадраты, б квадрат. Үлкен 12-ден. Ары қарай жазамыз. 5х-тің квадрат бізде 25х квадрат, қосылған 2, 5, 6-ны көбейтсек 10, 60х, қосылған 6-ның квадраты 36, алынған 5х-тің квадрат 25х квадрат. Мына жерде де 2, 5, 6, ол 6х, 60х, ол плюс болып кетеді. 60х, мына жерде минус, плюс болады. Және мына 6-ның квадраты 36, мына жермен минус болады, минус 36, үлкен 12-ден. Сонда 25х-міз бен 25х-міз 0 болып кетеді. 60х пен 60х тоқсақ 120х. 36 мен плюс 36 мен минус 36 0 болып кетеді. Сонда үлкен 12-ден қалады. Ал 120-ны 12-ның астына жібереміз. Сонда қалай болады? 12 мен 120 мынау 10-ға қысқарады, мынау 1-ге. Сонда 1 бөлінген 10. Х үлкен 0,1 десек те болады. 1 бөлінген 10 мен жаза берейік. Х үлкен, мына жерге 1 бөлінген 10. Яғни х 1 бөлінген 10-нан үлкен сандар. Сонда мына үлкен жақты белгілейміз. Мына жағымыз минус шексіздік, мынау бізде плюс шексіздік. Интервалды жасақ 1 бөлінген 10-нан плюс шексіздікке дейінгі мәндер. Шексіздікке әрқашан жай жақша қойылады, ал мына жерде бізде астында теңдігі жоқ, сол үшін боямаймыз. Сол үшін де жай жақша болады. Мына есебіміздің жауабы шықты. Қысқаша көбейтудің тағы 2 формуласын үйрендік бүгін. А плюс б-ның квадраты және а минус б-ның квадраты.